секторындағы Израиль мен Палестина арасындағы қақтығыстан 200-ден астам адам қайтыс болды. Бомбалаудың салдарынан біршама ғимараттың күлі көкке ұшты. Ресми түрде соғыс жариялады. Бұл туралы бүгін сол елдің премьер-министрі Биньямин Нетаньяху мәлімдеді. Соты қайта тұтанды. Израиль соғыс жағдайын жариялады. Бұған сенбіде ел аумағына Хамас қарулы тобынан еніп шабуыл бастауы себеп. Таяу шығыста жағдай ушықты. Соңғы мәліметтерге қарағанда Израиль әскерлері жауап ретінде Газа секторына өден соққы берген. Израильде зардап шеккен қазақстандықтар жоқ. Ал қазір елге оралуға 118 отандасымыз ниет білдіріп отыр. Хамас қозғалысының шабуылынан қаза тапқандар саны 600-ден астам, тағы 2000-нан аса тұрғын жараланды. Израиль үкіметі ресми түрде мемлекеттің соғыс жағдайына көшкенін жариялады. Бүгін Израиль халқы дабыл сиреналарының дауысын естіп шошып оянды. Израильге шабуыл сенбі 7 қазан күні таңғы сағат 6-лар шамасында зымырандар шабуылы басталды. Жүздеген Хамас содырлары Газа секторынан Израильге әуе, құрлық және теңіз арқылы кірді. Израиль армиясы елдің оңтүстігіндегі Ашкелон қаласының маңындағы Эрез бақылау өткізу пунктінен бақылаудан айырылды. Исламшылар өз операциясын Әл-Ақса дауыл деп атады. Ұйымның әскери қанатының басшысы Мұхаммед Әл-Дейв өз мәлімдемесінде Израиль шағын оккупация және Әл-Ақса мешітіне қайта басып кіру үшін айыптады. Сәуір айында ғибадатхана тауындағы мешіт маңында Израиль полициясы палестиналықтармен қақтығысқан. Израиль жаңалықтары порталының хабарлауынша, содырлар шағын топтарға бөлініп, джиптермен шекаралық құрылымдарды бұзып, елдің оңтүстік аймақтарына енген. Басқалары делтаптылармен пайдаланып Израиль аумағына қонды. Жалпы БАК мәліметінше Израильдің 7 аумағы басып алынды. Бірнеше ондаған адам тұтқынға алынды. Тағы 900-ге жуық адам жараланып, 100-ден астам адам қаза тапты. Израиль қорғаныс күштері үшін шабуыл күтпеген және ауқымды болды. Йом Киппур мерекесін тойлады. Израильде радио және теледидар хабарлары жоқ, дүкендер жабылған және көлік жабылған жылдың жалғыз күні. Әзірге басып алынған аймақтарды қайтарып алу мүмкін болмады. Израильде төтенше жағдай жарияланды және ертеңге барлық білім беру және ойын-сауық шаралары тоқтатылды. 7 қазанда түске қарай Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху резервлершілер жаппай шақыруды жариялап, елдің соғыс жағдайында екенін және ақырына дейін күресетінін мәлімдеді. 1 сағаттан кейін Израиль әуе күштері Газа секторының 17-ші әскери нысан мен Хамастың 4 басқару орталығына соққы берді. Палестинада да төтенше жағдай жарияланды. Алдын ала мәліметтер бойынша 190-нан астам адам қаза тауып, 1500-ға жуық адам жарақат алды. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Сіздермен бірге әлем арнасы. Назарларыңызға рахмет.